Мінекей әр команда өз қазандығы жағынан амандасуға қарай бет алды. Амандасып, қол алысып, иық қағыстырып, бір-біріне құрметпенен бүгінгі ойынның тұмылдырығын ашпақпыз. Нағыз палуандардың амандасуы ғой, шарт еткен алақанның дауысы шығады. Алдарыңызда бас төреші Нұрбол Бөрібек мырза. Ысқырығы берілді, мінекей ойын басталды. Екі команда бірін-бірі қорғаныста байқап көріп, ебін байқап көріп, әзірге танысып жатқан сыңайлы. Қазандықтың маңында тамаша тартыс болды, мінекей қорғаныс. Бәрекелді. Бұндайды ешбір Голливудтың киносынан көре алмаймыз. Тек осы алаңда осы сәтте орын алатын оқиғалар. Ал еттік мінеге. Бәрекелді мінеге. Тамаша ептілікпенен 3-ші нөмірлі Дәуки Көкпар клубының ойыншысы Сайлау Бегасыл Серкені тақымына басып үлгерді. Оңашалап келіп қазандыққа ыңғайлануда. Ескерте кетсек, Сайлау Бегасыл өте тәжірибелі ойыншы. Осы Жастар Көкпар лигасының бірнеше мәрте чемпионы. Ат жалында шалықтап өскен азаматтардың бірі. Мінекей ойында әдісті де, білекті де, білімді де біріктіре беретін азаматтардың бірі десек артық айтпаймыз. Айналасындағылар тақымына жармасса да, Сайлау ешбір мән бермей астындағы тұлпарымен аралап жүрген сыңайлы. Бәрекелді, міне қойыңдар жігіттер, мазамды алдыңдар деді де ол қазандыққа қарай бет алған еді. Алайда меркілік жігіттердің де әдісі әлсіз емес. Тамаша тартыс мінекей. Біздің көрермендер де бір-бір күрекке мініп ап ойынға қатысып кеткісі келіп тұр. Бегасыл мырзаның тақымынан ешкім жұлып ала алмады. Байқасаңыздар, Бегасыл аяқтайтын сәтін келген сияқты. Тамаша салым мінекей. Салым есепті ашқан Дәуки Көкпар клубы 1-1. Білегіменен, біліміменен атқарған қызметін баршамыз көрдік, куә болдық. Бәрекелді, мінекей ептілікпен 2-ші нөмірлі меркілік Күлсары Есіркептің Серкені тақымға басқанын көрдік. Астындағы тұлпарыменен алысқа ұзай алмады, дегенмен де дәл қазір доданың тартыстың уақыты. Дегенмен Дәуки Көкпар клубының қорғанысы қаншалықты мықты екенін баршамыз көріп, сезіп, түсініп тұрмыз. Бәрекелді. Дегенмен Ақтоған Көкпар командасы айласын асыра білді.
Меркі Көкпар командасының пайдасына. Асықпай келіп. Асықпай еңкейіп, тақынға басқанын баршамыз көрдік. 4-ші нөмірлі Жақсылықов Руслан Мырзаның тақымында. Бәрекелді. Тамаша, тамаша, мінекей. Ойынды жақсылап, бағдарлап отырған. Көзі қырақ көрермен болса, дәл осы сәтте айғайлап, шулап, қиқулататын еді. Өйткені тамаша сәттің куәсі болдық. Қошеметтеріңіз болсын. 4-ші нөмірлі Меркілік Жақсылық Руслан Мырза ойынды әдемі голменен аяқтай білді. 3-1. Ал палуандар мінекей 4-ші нөмірлі Жанболат Құлғытановтың тамаша шауып өткен, кесіп өткен, қиып өткен сәтін көрдік. 3-ші нөмірлі бәрекелді 3-ші нөмірлі Меркілік Төтенов Елдар Мырза есепті тамаша жалғай білді. Есеп 4-1. Бәрекелді. Бәрекелді 2-ші нөмірлі Ескен Мырза. Шауып бара жатып біле білді. Бәрекелді. Бәрекелді. Давай, қыз. Бәрекелді. Тамаша, қошеметтеріңіз болсын. Мінекей 1-ші нөмірлі Ақтаев Данияр Мырза. Қарсыластың. Бәрекелді. Дәл осы сәтте Бекасылдан тамаша көрініс күтуде елдің барлығы. Уақыт, төреші, уақыт. 1-ші тайм аяқталды, есеп 5-1. Әзірге Ақтауған командасының пайдасына. Қазандықтың ауысқанын қаперден шығармаңыздар. Ал бас төреші Нұрбол Бөрбек Мырзаның ысқырығымен 2-ші тайм басталды. Қанекей. Көп алдына суырылып шыққан 1-ші нөмірлі Ақтаев Данияр Мырзаны баршамыз көрдік. Еңкейді дегенмен іс аяғына жетпеді. Бәрекелді, мінекей нағыз доданы, нағыз тартысты көрдік. Бекасыл шауып бара жатып, қарсыласының тақымынан жұлып алып, ойынды әрі қарай жалғап бара жатыр. Мінекей Бекасыл жақсылап, оңтайлап қазандыққа асықпай келді. Есеп 2-5. Мінекей төрешінің ысқырығы берілді. Тағы да топтан оза шауып алдыға шықты Данияр Мырза.
Дегенмен тақымға басар мекен, мінекей талпынып көрді. Және де тақымына басты. Данияр мырзаға қошеметтеріңіз болсын. Мінекей астындағы Байшуар атты сәйгүлікпен. Бәрекелді. Шеңберде екінші нөмірлі Үсен Дархан және Меркілік төртінші нөмірлі Жақсылықов Руслан тартысуда. Руслан мінекей тақымына Серкені басып үлгерді. Енді дәл осы сәтте Дәукей Көкпар командасының қорғанысы өзінің тамаша жұмысын атқаруы тиіс. Әйтпесе салым да болуы мүмкін. Мінекей айтып ауыз жиғанша дейді бұл дүниені. Меркі Көкпар командасы өзінің тамаша салымын сала білді. Бәрі келді. Мінекей Сайлау Бекасыл жан-жағына қарап, әр нәрсені бағамдап, есептеп, Серкенің қасына қарай ыңғайлап келген еді. Дегенмен де ақтоғандық азаматтар ылдым-жылдым екенін білдіріп, Серкені тез тақымға баса қалды, қазандыққа лақтырып та көрді. Мінекей екінші нөмірлі Құлсары Есіркеп мырзаның тақымында Серке. Мінекей атпенен оңды солды бұраңдап, ойнақтап қазандыққа келген еді. Мінекей Дәукей Көкпар командасының азаматы Жанболат мырза шабуыл басталмай тұрып, қарымта шабуылға шыққан еді. Дегенмен екінші нөмірлі Құлсары Есіркеп мырза өзінің айла тәсілін әлі де асырып бағуда. Бәрекелді, пас берді. Қазір Серке үшінші нөмірлі Төтені Фелдар мырзаның тақымында. Дәл осы сәтте қорғаны сұйықтамауы тиіс. Бәрекелді, мінекей тағда бір салымды өзіміз көрді. Ақтоған Көкпар командасының қоржынында 7 пай. Бәрекелді. Тамаша. Тамаша, мінекей. Бәрекелді. Мінекей әлі де кеш емес, әлі де байқап көріп жатыр. Дегенмен де Бекасыл Сайлау өзінің амалын асырды. Қарсыласын атпатымен сүйреп аутқа шығарды. Енді ойын шеңберден басталады. Жекпе-жек көптен күткен. Шеңбер ішінде Үсен Дархан және 4-ші нөмірлі ақтоғандық Жақсылықов Руслан мырза жекпе-жекке шыққан болатын. Серке Русланның тақымында мінекей қазандыққа туралап айдап келеді. Дегенмен де Дәукей Көкпар командасының қорғанысы жұмыс істеп үлгермеді. Тамаша, тамаша.
Бәрекелді. Төрешінің ысқырыға ойын басталды. Үшінші нөмірлі Меркілік Төтенов Елдар Мырзаның тақымында Серке. Мінекей Жанболат Күлғытанов Серкеге жармасып алып бірге шауып келе жатыр. Мінекей нағыз қорғаныстың көрінісін көрсетті. Жанболат Мырзаға қошеметтеріңіз болсын. Бәрекелді. Екі палуанда бір-біріне дес берер емес, дегенмен 4-ші нөмірлі Ақтоған Көкпар командасының ойыншысы Жақсылықов Руслан айласын асыра білді. Ойын жалғасады. Мінекей, уақыт төреші, уақыт. Бәрекелді, төреш ысқырығы берілді. Ойын басталды. Мінекей, көзді ашып жұмғанша Меркілік 2-ші нөмірдегі Құлсары Есіркеп Мырза тақымына басып та, оны қазандыққа салып та үлгерді. Бәрекелді. Нұрбол Бөрібектің ысқырығы баршамызға естілді. Ойын басталды. Дәл осы сәтте 3-ші нөмірлі Төтенов Елдар Мырза Серкен тақымына басып үлгерді. Мінекей, қараңыздар, әр ойыншы бір-бір қарсыластан басып алған. Қорғаныстың тактикасы тамаша. Бәрекелді, дегенмен Төтенов Елдар Мырза айласын асыра білді. Есепті әр қарай жалғай түсті. Есеп 10-2. Бәрекелді, Сайлау Бегасыл Серкені тақымға басып қазандыққа қарай беттеді. Мінекей, бір топ ойыншыны алдай түсіп қазандыққа шауып келіп ойынын аяқтай білді. Бәрекелді, мінекей, ойын басталды. Бәрекелді. Тамаша, тамаша. Ақтаев Данияр Мырза, мінекей, керемет ойын көрсетуде. 1-ші нөмірлі Дәуке Көкпар командасының ойыншысы. Астындағы аты Байшы бар. Мінекей, Сайлау Бегасылға тағы да оңтайлы сәт келген сияқты, дегенмен де қарсылас команданың да осал жері жоқ. Аутқа шықты, өкінішке қарай.
Бәрекелді, жекпе-жек мінекей. Екі командадан да екінші нөмірлі азаматтар ортаға шыққан екен. Жақынырақ таныстыратын болсам, Үсен Дархан, Дәуки Көкпар командасы, Меркі командасынан Құлсары Есіркеп. Бәрекелді. Үсен Дархан, Дәуки Көкпар командасынан шеңберге шықты. Меркі Көкпар командасынан 4 нөмірлі Жақсылықов Руслан мырза ортада. Екеуі де осал емес. Мінекей Үсен Дархан айласын асырып көрді. Дегенмен қарсыласы мүмкіндік бермеді. Нағыз мықтының сыналатын ортасы дәл осы қазақтың октагоны. Мінекей қошеметтеріңіз болсын. Үсен Дархан тақымына басып үлгерді. Аут алаңнан шығып кеттік. Өкінішке қарай қайтадан ойын шеңберден жекпе-жектен басталады. Төтені Фелдар мырза ойынға қосылып алды. Мінекей бәрекелді. Ақтай Данияр мырзаның салымын баршамыз көрдік. Қошеметтеріңіз болсын. Есеп 10-4. Мінекей Данияр мырза өз командасының қоржынына тағда бір есепті, тағда бір ұпайды салып берді. Ойын жалғасуда. Төрешінің ысқырығы. Тамаша. Аутқа шыққан сыңайлы болды. Бірақ дегенмен де біз төрешінің айтқанына бағынамыз. Төрешінің ысқырығы болмады. Демек, ойынның заң бұзушылық жоқ деген сөз. Мінекей екінші нөмірлі Құлсары Есіркептің тақымында Серке. Бәрекелді. Мінекей топтан оза шауып Құлсары Есіркеп мінекей қарсыластың қазандығына шауып жетті. Және қазандыққа Серкені салада білді. Қошеметтеріңіз болсын. Екінші нөмірлі Құлсары Есіркеп. Бәрекелді мінекей. Тамаша тартысты көрдік. Шауып бара жатып, қарсыластың тақымынан жұлып алған Серкесін Сайлау Бекасыл қазандыққа туралап әкеп салды. Есеп 11-5. Мінекей. Есеп 11-5 өз командасының үлесіне тағы бір ұпай салып берген Сайлау Бекасылға қошеметтеріңіз болсын. Белгіден аспаймыз жігіттер. Төрешінің ысқырығынсыз ойын басталмайтын ескерейік. Бәрекелді мінекей. Топ алдына заулап шығып, екінші нөмірлі Құлсары Есіркеп мырза. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Әр саланың өзінің төрешісі бар. Бәрекелді мінекей. Қарсыластың тақымындағы Серкеге жармасып отырған Данияр мырзаны баршамыз көріп отырмыз. Ойынның аяқталуына 30 секунд уақыт қалды. Ойынның аяқталуына 30 секунд уақыт қалғанын ескерсек, жігіттерге жылдам жұмыс істеу керек дейді. Мінекей, үшінші таймның аяқталуына 30 секунд уақыт қалғанда.
Бәрекелді, Данияр Мырзаның еңкейгенін көрдік. Ал бәрекелді мінекей 4-ші нөмірлі Ақтоған Көкпар командасының ойыншысы. Қошеметтеріңіз болсын. Жақсылықов Руслан Мырзаның тақымында. Бәрекелді, тақымған қайлап тұрып, жақсылап тұрып, басты. Уақыт, төреші уақыт.